Түркістан облысында осыдан 300 жылдай бұрын 300-дің басын қосқан ұлы құрылтай өткенін білесіз бе? Бүгін 25 қазан республика күні. Біз ұлттық мерекеде қазақ рухының қағбасы атанған Ордабасы тауына келдік. Ордабасы тауы Бадам өзенінің сол жағалауында, Шымкенттен батысқа қарай 40 шақырым жерде жатыр. Дәл осы төбеде 1726 жылы 300-дің басын қосқан ұлы құрылтай өтті. Содан бері бұл мекен тарихи орынға айналды. Ордабасының ұмытылып бара жатқан тарихын 20 ғасырдың басында Мұхамеджан Тынышбаев ғылыми тұрғыда дәлелдеді. Мұнда 1993 жылы Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстанның сол кездегі президенттері бас қосып, мәңгілік достық туралы шартқа қол қойған. Сол жылы Ордабасы ұлттық тарихи мәдени қорығы құрылды. 2001 жылы ұлы құрылтайға 275 жыл және тәуелсіздікке 10 жыл толуына орай Ордабасы тауында бірлік монументі орнатылды. Оның биіктігі 28 метр, ұшарбасы хан қалпағы пішіндес, монументтің сырты аппақ мәрмәрмен қапталған. Бірлік монументінің ортасында шаңырақ тұр. Ол шаңырақ осы 300-іміздің бір шаңырақтың астында болыңдар деген мақсатта. Тұмар осы біздің қазағымыздың бірлігіне ынтымағына көз тимесін деген мақсатта. Қорықтың жалпы аумағы 1000 гектардан асады. Кіреберісінде пирамида пішіндес музей бар. Ордабасы халықтың береке бірлігінің, тәуелсіздігі мен бостандықтың нышаны.